Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 4-ші сынып жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жануарлар энергияны қайдан алады? Бұл сабақта сіздер қоректік тізбектің құрылымын түсіндіру, зерттеу әдісін, бақылау мен эксперимент, талдау себебін, оның артықшылығы мен кемшілігі негізінде түсіндіру. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Суретке назар аударыңыздар. Барлық энергияның негізгі көзі күн. Өсімдіктер күн сәулесін пайдаланып энергия алады. Ал тірі ағзалардың күннің көзін қалай сіңіреді? Ойланып, жауап іздеп көрейік. Жануарларды қоректену бойынша топтарға жіктейік. Суретке назар аударыңыздар. Қай жануар бірін-бірі қорек етуі мүмкін? Арыстан мен түлкі жыртқыштар, қоян мен ақбөкен өсімдік қоректілер болып, екі топқа бөлінеді. Жануарлардың қоректенуі бойынша екі топқа жіктеп көрдік. Осы жануарлар бірін-бірі қорек етуі мүмкін бе? Қай жануар қайсысын? Өсімдікті ақбөкен қорек етсе, ақбөкенді арыстан қорек етеді. Екінші тізбекте өсімдікті қоян қорек етсе, қоянды түлкі қорек етеді. Үшінші тізбекте қоян өсімдікті қорек етсе, арыстан қоянды қорек етеді. Бұдан не қорытынды шығарамыз? Бұл жерде екі жануарлар тобында да ең басты қорек өсімдік. Өсімдіктер бірінші деңгейлі қорек көзі. Өсімдіктер қоректік тізбектегі алғашқы буын. Олар өндірушілер, процеденттер деп аталады. Жануарлар энергияны қайдан алады? Өсімдік күн энергиясын сіңіріп, оны энергияға айналдырады. Өсімдікті жануар өсімдікті жеп, сол энергияны өз ағзасына алады. Ал жыртқыш жануарлар өсімдікті жануарларды жеп, энергияны әрі қарай алады. Күн барлық тірі ағзалардың негізгі энергия көзі. Энергия өндіруші тұтынушыға береді деп есептеледі. Осы энергияның бір бөлігін қоректік тізбек арқылы өту барысында жоғалады. Дене жылуын жоғалтады. Өсімдіктің барлық бөлігін құрыта алмайды. Қоянға қозғалу, өсу, көбею сияқты тіршілік үдерістерінің барлығын жүзеге асыру үшін көп мөлшерде энергия қажет. Сондықтан ол көп шөп жеу керек. Оның бір бөлігі ағзадан бөлініп шығатын заттар арқылы жойылады. Бүркітте солай энергия жоғалтады. Сондықтан тіршілік ету үшін қоянды жеу керек. Жер бетінде қоректік заттар неліктен таусылмайды? Кез келген қоректік тізбек энергия бір ағзадан екінші ағзаға өткен сайын кеміп отырады. Мысалы, дәнді тышқан жейді, ал тышқанды түлкі жейді. Өсімдіктер саны басқа ағзаларға қарағанда әлде қайда көп. Үй тапсырмасы.
Тізбек құр екі жануардың бірін таңда, оның тізбегін құр. Жабайы арыстан мен үй жануары мысықтың қоректік тізбегі бірдей бола ма? Сабақты қорытындылап еске түсірейік. Барлық тірі ағзаға күн энергиясы керек. Жануарлар қоректену арқылы күн энергиясын бойына сіңіреді. Қоректену қоректік тізбегі арқылы реттеледі. Өсімдік жер бетіндегі тіршіліктің негізі, ол басқа ағзаларға азық болып қана қоймай, сонымен қатар оттегімен де қамтамасыз етеді. Күн энергиясын өсімдікке береді, өсімдік қоректі жануарлар өсімдікпен қоректенеді. Ал жыртқыштар болса, өсімдік қоректі жануарлармен қоректенеді. Осы арқылы әрбір жануар өзіне энергия алады. Назар аударып, тыңдағандарыңызға рахмет.